Сәлеметсіздер ме? Мен бір тур 9 студенті Бекетаева Аружан Русланқызы. Бүгінгі тақырып осындай мамандық бар. Жұмыс мақсаты туризм саласы маңызы мен қызметтік нысанын түсіндіру. Елімізде туризм маман даярлайтын оқу орындарымен таныстыру. Сондай-ақ туризм мамандығын оқып, кім болып жұмыс істей алатынын, елбасының туризм жайлы ойымен хабардар ету. Жоспар туризм деген не? Туризм саласы маңызы. Еліміздегі туризм маманын даярлайтын жоғары оқу орындары. Мамандық бойынша қызметтік нысаны. Туризм мамандығында кім жұмыс істей алады? Елбасының туризм жайлы ойы. Туризм серуендеу, жол жүру, адамның бос уақытында өз еркінше көңіл көтеру мен демалу үшін, тәуекел жасау үшін, көріп қызықтау үшін басқа бір жерге ерікті саяхаттап серуендеп баруы, жақын жердегі қысқа мезетті орындалатыны, серуенделінсе, алыс жерге аттанған ұзақ мерзімдісі саяхат делінеді. Туризмнің маңызы. Халықтың рекреациялық қажеттілігін қанағаттандырады, яғни денсаулығын жақсарту, күш-қуатын қалпына келтіру, шығармашылығына қайта шабыт беру болып табылады. Ол мол кіріс кіргізеді, яғни қазіргі кездегі пайдалы қазбалар қоры жоқ көптеген мемлекеттер туризмді дамыту арқылы үлкен пайдаға кенеліп отыр. Сондай-ақ ол рухани мәдени дамуға, өнер мен ғылым техникаға серпін беріп, инновацияға орай жаратады. Еліміздегі туризм маман даярлайтын жоғары оқу орындары. Алматы қаласындағы Әл-Фараби атындағы Қазақстанның ұлттық мемлекеттік университеті, география факультетіндегі туризм бөлімшесі, Абай атындағы Алматы мемлекеттік университетіндегі эколог-география факультетінде халықаралық туризм бөлімшесі, Қазақстанның мемлекеттік халықаралық қатынастар мен әлемдік тілдер университеті, Алматы технология және бизнес институты. Студенттердің қалауы бойынша ақырғы оқу курсында олар келесі мамандықтарды таңдап алуға мүмкіндігі бар. Қазақстан азаматтарының рекреациялық танымдық мақсаты бойынша басқа шетелге шығуды ұйымдастыру мен экономика. Қазақстан Республикасындағы шоп туризмді ұйымдастыру мен экономика. Белсенді саяхаттың түрімен шетел туризмін ұйымдастыру мен экономика. Қонақ үй менеджменті. Туризм саласы бойынша мамандарды даярлау барысында жоғарғы санатты оқушыларды мынандай оқу сабақтарымен жүзеге асырылады. Мамандыққа кіріспе, аймақтық туристік жүйе негіздері, туристік бизнесті картографиялық қамтамасыз ету, географиялық туризм негіздері, экскурсия негіздері, туристік бизнесті ұйымдастыру, белсенді туризм түрінің техника және тактика негіздері, қонақ үй менеджменті және тағы да басқа. Мамандық бойынша қызметтік нысаны. Туризм саласына қатысты мемлекетті басқару ұйымдары, туризм кәсібімен айналысатын мемлекеттік және жекеменшік компаниялар, туризм бойынша кеңес беру компаниясы, маркетингтік туризм бойынша кәсіпорындар, туризмдік инфрақұрылым нысаны, туризм мамандығын дайындайтын білім беру орындары, туризмді дамыту мәселесімен айналысатын ғылыми зерттеу ұйымдары. Туризм мамандығында кім жұмыс істей алады? Мұнда алаңдаудың қажеті жоқ. Туризмнің мамандығы әрқашан жұмыс істейді. Біздің елдегі туристік агенттіктер үнемі өсіп келе жатқан мөлшерде. Шағын компанияда сіз туризм менеджері бола аласыз, ал бірнеше айдан кейін туристік агенттіктің директоры бола аласыз. Бірақ ірі ұйымдарда мансап сатысына көтерілуі қиынырақ. Туризм бұл мамандық жұмысшылардың жалақысы сатылатын турлардың пайызына байланысты. Сондықтан шағын компанияда маусымда жалақы аспанға жоғары болуы мүмкін, ал қыста ол мүлдем болмауы да мүмкін. Бірақ ірі компанияда табыс әрдайым тұрақты немесе аз болады. Сонымен қатар, туризм менеджменті немесе туризм мен сервис мамандығын бітіргеннен кейін сіз қонақ үй әкімшісінен бастап қонақ үй қызметтері саласында жұмыс жасай аласыз. Елбасымыздың туризм жайлы ойы. Туризмді дамытудың мемлекеттік бағдарламасы аясында туристік әлеуетке талдау жасалып, маңызды нысандар мен өңірлер анықталды. Іріктеу кезінде олардың туристік тартымдылығына басымдық берілді. Үздік өңірлер қатарына Алакөл, Балқаш көлдері және де Бурабай курорттық аймағы Түркістанмен бірге Маңғыстауда енді. Қорытынды. Туризм басты феномен, оның потенциалы. Басты әлеуметтік мақсаты адам өмірін ұзарту және сапасын жақсарту. Қазіргі туризмнің феномені адамға қоршаған ортаны көзбен көру арқылы танымын кеңейтуге және мүмкіншілік жасау, туристік саяхатқа шығушылардың санын арттыру болып табылады. Менің ойымша туризм маманы еліміздің дамуына септігін тигізетін бірден бір мамандық. Туристер келген сайын Қазақстанның әсем табиғатына тамсанып, туризм экономикасын дамытады деген үміттеміз. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар. Алматы сервис және технология колледжінің 1-ші курс студенті Бекетаева Аружан Русланқызы.